$700 миллион және 3000 қарапайым экскаватор. Сөйтсек, ондаған миллион халқы бар тұтас бір макро аймақта апаттың жағасына әкеп тіреуге осының өзі жетіп артылады екен. Соңғы қырғызыл бойы тек соғыс пен қираудың синонимі болып келген елдің дәл қазір ғаламшардағы ең ауқымды инженерлік нысандардың бірін салып жатқаны сізге ессіздік болып көрінбей ме? Мына спутниктен түсірілген суреттерге қараңыз. Бүкіл әлем тәліптердің қолынан тек автомат ұстау ғана келеді деп жүргенде, олар қайнап тұрған шөл далада Суэц каналымен терезе теңестіретін жасанды өзен қазып жатыр. Оқшауланған кедей үкімет бетонсыз, сызбасыз жобаны тура мағынасында көз мөлшерімен салып, Орталық Азияның бас су күре тамырының 3/1 қалай тартып алмақшы? Нерттен мұздай қаруланған тұрақты армиясы бар көшілері өз суының ұрланып жатқанына қол қусырып, үнсіз қарап отыр. Және бұл қарапайым құмды траншея қалайша миллиондаған климаттық босқындарды тудыратын, сондай-ақ Арал теңізінің екінші, әрі бұл жолы соңғы өліміне әкеп соқтыратын қорқынышты домино эффектісін іске қоспақ. Бұл шығаруында біз келе жатқан су үшін майданның анатомиясын бөлшектеп тастаймыз. Шайларыңызды демдеп, жайғасып отырыңыздар. Біз бастаймыз. Ауқымын елестетіп көріңізші. Ұзындығы 285 шақырым, ені 100 метр, ал тереңдігі 8,5 метр. Бұл жай ғана ор емес. Бұл дәл қазір Ауғанстанның қайнаған шөл даласында қазылып жатқан Суэц каналымен деңгейлес жасанды өзен. Осы уақытқа дейін тек соғысуды ғана білетін тәліптер аяқ астынан гидротехникалық мега жоба салуға кірісіп кетті. Нашар анекдоттың бастамасы сияқты, солай емес пе? Әлемдік стандарттар бойынша мұндай масштабтағы құрылыс кем дегенде 1,5 миллиард долларға түсу керек еді. Бірақ тәліптер әупірімдеп оның жартысынан жинап, бюджетті барынша оптимизациялауды шешкен. Олар жобаны $700 миллион бағалап, 2022 жылдың көктемінде құрылысты сывана бастап кетті. Дипломды инженерлерсіз, заманауи сызбаларсыз. Жай ғана 6000 жұмысшыны айдап әкеліп, 3000 экскаватор сатып алды да, Кабулдың қатаң бұйрығын берді. 2028 жылға дейін бәрін бітіру керек. Тәліптер үшін бұл канал ұлттық мақтанышқа және елдің қайта тілеуінің басты символына айналды. Үкіметтің баспасөз хатшысы Забихулла Муджахид 2023 жылы бұған қатысты ойын ашық айтты. Қоштепа каналының құрылысы Ауғанстан қаржылдық соғыстан енді көз ашып, жұмыссыздық шегіне жеткен, көптеген экономикалық проблемалармен бетпе-бет келген қиын кезеңде жүріп жатыр. Мұндай уақытта бұл жоба барша отандастарымыз үшін зор үміт сәулесі. Бұл үмітті түсіну қиын емес. Графикке назар аударыңыз. Ауыл шаруашылығы Ауғанстанның ішкі жалпы өнімінің 3/1 қамтамасыз етеді, ал халықтың 60% осы салада жұмыс істейді. Ел тұрғындарының жартысынан көбі тікелей қара жердің арқасында жан бағып отыр. Сондықтан биліктің бұл жобаға құтқарушы шеңбер ретінде қарауы заңдылық. Олардың мақсаты өте амбициялы. Ұлы Әмудария өзенінен жылына 10 текше шақырым су алу. Бұл оның жалпы ағынының шамамен 30%. Және солтүстіктегі 550 мың гектар өлі құмды ұшы-қиыры жоқ бидай алқабына айналдыру. Оқшауланған мемлекеттің нағыз геосаяси флексі және абсолютті инженерлік триумфы. Солай ма? Бірақ құрғақ сандар қатал. Ал егер оларға мұқият қарасаңыз, төніп келе жатқан апаттың ауқымынан төбе шашыңыз тік тұрады. Спутниктен түсірілген суреттерге үңіліңізші. Ол жерден бетон зауыттарын көріп тұрсыз ба? Су жерге сіңіп кетпеу үшін кез келген заманауи каналдың түбіне төселетін гидро-оқшаулағыш геомембраналарды ше? Олар атымен жоқ. Қоштепаны тура мағынасында көз мөлшерімен салып жатыр. Әлемдік гидроинженерияда бұлай жұмыс істемегелі 70 жылдай болды. Қазіргі заманға камал. Бұл күрделі сэндвич. Алдымен топырақ тығыздалап, содан кейін гидро-оқшаулағыш үлдір төселеді. Оның үстіне арматура қойылып, соңында ғана ауыр бетон құйылады. Оған қоса, екі жағынан міндетті түрде дренаждық құбырлар мен сорғылар жүйесі орнатылады. Ал Ауғанстанда не істеп жатыр? Олар жай ғана құмды сазды экскаватор шөмімшімен қазып, суды қоя беріп жатыр. Ешқандай изоляция, ешқандай тығыздау жоқ. Гидрологтардың пессимистік емес, консервативті бағалауының өзінде, тек арнаның өзінде құмды түбі арқылы судың 30%-ға жуығы сіңіп жоғалып кетеді. Ал бұған аптап ыстықтағы булануды және ұсақ фермерлік арықтардағы ысырапты қоссаңыз, бұл көрсеткіш ғарышқа ұшып кетеді. Барлық судың жартысына жуығы алып сорғышқа құйылғандай құмға сіңіп кетеді. Яғни, жоғалуы Орталық Азияда сұмдық құрғақшылық тудыруы мүмкін. Миллиардтаған тонна су
ауған бидайының тамырына жетпей жатып жоқ болады. Жай ғана жер астына сіңіп, ешкімге бұйырмайды. Және бұл кабинетте отырған экологтардың құрғақ теориясы емес. Бұл қазірдің өзінде болып жатқан сұмдық. 2023 жылдың желтоқсанында Европалық Сентинел-2 спутниктері Қоштепаның 114 шақырымында өте ыңғайсыз жағдайды суретке түсіріп алды. Құмды жағалау сынақ ретінде жіберілген судың қысымына шыдамай жарылып кеткен. Шөл далада ұзындығы 9 шақырым болатын өлі көл пайда болды. Билік мұны бақылаудағы су жіберу деп ақтады, бірақ кадрлар бәрін әшкерелеп тұр. Көп жылдық қақтығыстардың кесірінен ел бұл ресурсты мүлдем пайдаланбай, жылына шамамен 2 текше шақырым ғана су тұтынды. Бұл бүгінде Өзбекстан немесе Түркменстан алатын мөлшерден 10,11 есе аз. Бірақ енді ойын ережесі біржолата өзгереді. Тәліптер бір ғана Қоштепа канал арқылы жылына 10 текше шақырым су ауды жоспарлап отыр. Кабулдың табеті бірден 5 есе артып отыр. Мына графикаға қараңызшы. Өзбекстан мен Түркменстанда ауыл шаруашылығы ІЖ-нің қандай орасан зор бөлігін алатын көрініс. Ал енді төменгі ағыс бойындағы картаға көз жүгіртеміз. Өзбекстанда Әмудария суына Хорезм, Бұхара, Сурхандария және Егемен Қарақалпақстан тікелей тәуелді. Бұл 9 миллион адам деген сөз. Түркменстанда дәл осы суға Дашоғыз бен Лебаб отыр. Бұл тағы 3 миллион адам. 12 миллион халық. Бұл Париж сияқты үлкен еуропалық мегаполистің бүкіл тұрғынымен тең. Және бұл адамдардың барлығы жылы офисте емес, жермен жұмыс істеп күнін көріп отыр. Бұл аймақтарда су жай ғана шүметтен ағатын сұйықтық емес. Бұл олардың жұмысы, тамағы және жалғыз табыс көзі. Әмудариядағы су көлемі азайған кезде бұл 12 миллион адам жай ғана белдікті қаттырақ буып шыдай алмайды. Олардың күріші қурап, мақтасы күйіп, фермалары банкротқа ұшырайды. Орталық Азия бұрын соңды көрмеген климаттық босқындардың ұлы көші басталады. Осы тұста домино эффектісі іске қосылады. Өзбекстан Әмудария суының 1/3-нен айырылған кезде оңтүстік аймақтарын шұғыл аман алып қалуға тура келеді. Мұны істеудің жалғыз жолы аймақтағы екінші басты өзен Сырдариядан әлдеқайда көп су ала бастау. Міне, осы кезде соққы толқыны Қазақстанға келіп жетеді. Егер Ташкент Сырдариядан су алуды көбейтсе, оның төменгі ағысындағы су күрт азаяды. Бұл Қазақстанның оңтүстік аймақтарына, Түркістан мен Қызылорда облыстарына жойқын соққы болып тиеді. Қазақстан жылдар бойы тырнақтап жинап, өлмен арашалап қалған кіші арал соңғы тіршілік көзінен айырылып, бір жылада кебеді. Ұлы тұзды дауылдар жаңадан мыңдаған шақырымдарды жауып қалады. Осы спутниктен түсірілген суреттерге қараңызшы. Жарты ғасырдың ішінде планетадағы үлкендігі жағынан 4-ші көл, топтасқан кемелері бар өлі шөлге айналды. Неге? Өйткені совет инженерлері лимиттен өрескел асып кетті. Өзбек мақтасы үшін олар қазір тәуліктер қазып жатқандай қарапайым топырақ каналдар арқылы өзендерді соңғы тамшысына дейін сығып алды. Олар ылғалды көп алғаны сонша су теңізге жетпейтін болды. Және экожүйе толығымен күйреді. Қазақстан бөгет салып, солтүстік бөлігін кіші аралды ғана әупірімдеп аман алып қалды. Бірақ ол қазір Сырдария келетін болмашы судың қалдықтарымен ғана жан бағып отыр. Ал егер Қоштепа каналының домино эффектісінен Ташкент осы соңғы суды өзіне тартып алса, біз аралдың екінші рет және бір жылата өлгенін көреміз. Және бұл локальды проблема болмайды. Жалаңаштанған теңіз түбі алып у фабрикасына айналады. Жел аспанға ондаған жылдар бойы шөккен пестицидтермен араласқан миллиондаған тонна токсинді тұзды көтереді. Бұл химиялық бомбаның ауқымын түсіну үшін айта кетейін. Құрғаппалдан арал түбінен ұшқан улы шаңды ғалымдар Тянь-Шань мұздықтарынан, Гренландияның қарларынан, тіпті Антарктидадағы пингвиндердің қанынан тапқан. Бұл у бәріне жетеді. Дүниежүзілік банк қазірдің өзінде дабыл қағып жатыр. Климаттық ауытқулар мен ресурс тапшылығының кесірінен 2050 жылға қарай Орталық Азияда 2,4 миллионға дейін ішкі су мигранттары пайда болады. Қисынына салсақ, миллиондаған азаматыңыздың өмірі тікелей тәуелді өзеннің 3/1-ін көршіңіз аяқ астынан тартып ала бастағанда, реакция найзағайдай жылдам әрі қатал болуы керек сияқты. Ашығым айтайық, Ауғанстан ұры емес. География тұрғысынан олардың Әмудария суына толық құқығы бар. Өйткені бұл өзен ағысының бір бөлігі солардың аумағында қалыптасады. Олардың каналдар салып, ауыл шаруашылығын дамытуға құқығы бар. Проблема басқада. Тәліптер мұны бір жақты тәртіппен, бірде бір халықаралық келісім шартсыз, көршілерінің квоталарына пысқырмастан,
және осыған дейін қалыптасқан нәзік су балансын бұза отырып жасап жатыр. Геосаясат логикасы бойынша біз ультиматумдарда шекараға әскер шоғырландыруды және экскаваторларға нүктерік соққы жасау қаупін көруіміз керек еді. Бірақ біз оның орнына нені көріп отырмыз? Тым тырыс үнсіздік. Ташкент пен Ашхабад өздерін барынша дипломатиялық ұстауда. Өзбекстан билігі тіпті Кабулға делегациялар жіберіп, тәліптерге каналдың техникалық сараптамасына көмектесуге уәде беріп жатыр. Неге көршілер шұғыл әрекет жасаудан соншалықты қорқады? Бұған екі темірдей себеп бар. Және оның біріншісі тарихи жады. Ауғанстанның бейресми, бірақ әбден лайықты атағы бар. Империялар зираты. Бұл тастақ жерде адамзат тарихындағы ең қуатты әскери машиналар тістерін сындырған. 19 ғасырда Британ империясы осында масқара болып жеңілді. 20 ғасырда кеңес одағы 10 жыл ішінде мұнда 15 мың сарбазынан айырылып, әскерін түк таппай алып шықты. Ал енді жақын тарихқа көз жүгіртейік. АQШ пен НАТО коалициясы Ауғанстанға астрономиялық 2,2 триллион доллар қиды. Оларда ауада толық гегемония, дрондар мен спутниктер болды. Нәтижесіне 20 жылдан кейін олар миллиардтаған доллар тұратын әскери базаларын тастай салып, Кабулдан асығыс қашуға мәжбүр болды. Ауған партизандарын өз жерінде жеңу физикалық тұрғыдан мүмкін емес. Салыстыру үшін, Өзбекстанның бүкіл қорғаныс бюджеті жылына небәрі 1,4 миллиард долларды құрайды. Тұтас буындары тек соғысуды ғана білетін 40 миллиондық Ауғанстанмен қақтығысқа түсу, бұл таза суицид. Бұл жеңісті шеру емес. Шекарадан бірден асып түсетін, бітпейтін ет тартқыш болады. Бірақ екінші себеп те бар. Және ол оқтармен емес, болашақ триллиондармен өлшенеді. Картаға қараңыз, Орталық Азия құрлықтың ортасында қамалып қалған. Ең жақын теңіз портына дейін мыңдаған шақырым. Ресей арқылы өтетін солтүстік сауда жолдары санкциялармен бұғатталған. Шығар жол қайда? Шығар жол оңтүстікте. Жер шары халқының 5-тен 1 бөлігі, шамамен 1,7 миллиард адам тұратын Пәкістан мен Үндістан нарықтарына. Үнді мұхитының жылы порттары Карачи мен Гвадарға. Оған жетудің жалғыз жолы Трансауған темір жолын Термез, Кабул, Пешавар тарту. Экономистердің есебінше, құны 5 миллиард долларлық бұл жоба жүктерді Пәкістан порттарына жеткізу уақытын 35 күннен 5 күнге дейін қысқартып, тасымалдау құнын 30-дан 40%-ға дейін арзандатады. Бұл Орталық Азияға орасан зор экономикалық бум әкелетін құрлықтық оқшауландан шығар жол. Бірақ магистральды оқ астында салу мүмкін емес. Транзит үшін қазір тәліптер әупірімдеп қамтамасыз етіп отырған ең болмағанда минималды тұрақтылық қажет. Міне сол себепті Орталық Азия елдері мінсіз геосаяси қақпанға түсіп қалды. Олар тістерін қайрап, Қоштепаның суды қалай тартып жатқанына үнсіз қарауға мәжбүр. Олар Кабулға соғыс жариялай алмайды. Өйткені бұл соғыста жеңіске жету мүмкін емес. Және олар экономикалық блокада жариялай алмайды. Өйткені Ауғанстан олардың Үнді мұхиты порттарына баратын жалғыз билеті. Тәліптер бұл математиканы өте жақсы түсініп отыр. Олар көршілерін алқымнан қысып алған. Және болашақ сауда бағыттары үшін Орталық Азия бәріне шыдайтынын біледі. Ауғанстан көшілеріне жіпсіз байланған. Өзбекстан мен Түркменстан оларға жарық беріп отыр. Ал Қазақстан бидайдың 70%-ын тасымалдайды. Бұл мықты дипломатиялық көзір. Орталық Азияға қару кезеніп, сес көрсетудің орнына қатаң әрі прагматикалық қаудаласу қажет. Бірақ дипломатия істің жартысы ғана. Болжамдар бойынша 2050 жылға қарай бұл аймақ барлық мұздықтарының 50%-на дейін жоғалтады. Судың өте қатты тапшылығы тәліптерді есепке алмағанның өзінде кез келген жағдайда орын алады. Мәселе мынада. Аймақ елдері ондаған жылдар бойы аралдың өліміне көз жұма қарап, мақта мен күріш үшін өзендерді аяусыз сорды. Олар әлі күнге дейін судың жартысы егістікке жетпей буланып кететін тесік арықтарды пайдаланып келеді. Ауған каналы. Бұл соңғы дабыл. Аймаққа ақылды суару жүйесін енгізіп, әр тамшыны үнемдеуге тура келеді. Егер Орталық Азия ылғалды оңды-солды шашуды доғармаса, табиғаттың беретін жауабы соншалықты қатал болады. Бұл айқаста жеңімпаздар қалмайды. Бұл елдер Кабулмен ортақ мәмілеге келе ме, әлде Орталық Азияны су коллапсы күтіктір ма? Мұны уақыт көрсетеді. Өз ойларыңызды пікірге жазып, лайк басып, міндетті түрде арнаға жазылыңыздар. Келесі шарумда кездескенше.